Қотыр торғай. Бір қотыр торғай шеңгелге қонып отырғанда, жарасының қара қотырланған аузын шеңгелдің тікенегі сыдырып кетіпті. Торғай ашуланып, «Қап бәлем, сені ешкіге айтпасам ба?» деп ешкіге келіп, «Ешкі, ана шеңгелдің сылдырмағын неге жемейсің?» Ешкі: «Оны жемек түгіл, өзім лақтай алмай жатырмын». Торғай: «Қап бәлем, сені қасқырға айтпасам ба?» Қасқыр, ана ешкіні неге жемейсің?» «Оны жемек түгіл, байдың жабағысын жеп тауыса алмай отырмын». Торғай: «Қап бәлем, сені жылқышыға айтпасам ба?» Жылқышы, ана қасқырды не ұрып алмайсың?» Жылқышы: «Оны ұрып алмақ түгіл, өзім ұйқым қанбай жүр». Торғай: «Қап бәлем, сені тышқанға айтпасам ба?» Тышқан, байдың қоспасын неге жемейсің?» Тышқан: «Оны жемек түгіл, өзім інімді қаза алмай жатырмын». Торғай: «Қап бәлем, сені балаларға айтпасам ба?» Балалар, ана тышқанды не ұрып алмайсыңдар?» Балалар: «Оны ұрып алмақ түгіл, өзіміз асығымызды ойнай алмай жатырмыз». Торғай: «Қап бәлем, сендерді кемпірге айтпасам ба?» Кемпір, ана балаларды не ұрмайсың?» Кемпір: «Оларды ұрмақ түгіл, өзім жүнімді сабай алмай жатырмын». Торғай: «Қап бәлем, сені құйынға айтпасам ба?» Құйын, кемпірдің жүнін неге ұшырмайсың?» Құйын соғып, кемпірдің жүнін ұшырады. Кемпір келіп балаларды ұрды. Бала тышқанды ұрып алды. Тышқан байдың қоспасын тесті. Бай жылқышын ұрды. Жылқышы қасқырды ұрып алды. Қасқыр ешкіні жеді. Ешкі шеңгелдің сылдырмағын жеп, қотыр торғай шеңгелден осылай өшін алған екен дейді.